Ассалаумағалейкум, барлығыңызға сәлем. Менің есімім Арынғазы. Бүгінгі видеомда Орал қаласындағы Кореяға қатысты әдемі көрікті жерлерді көрсететін боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші біздің Орал қаласындағы достық үйін көрсеткім келіп отыр. Бұл достық үйінде Корей этномәдени бірлестігі бар, және де арнайы орталық бар. Видеомның ең бірінші бөлігін осы Корей орталығын көрсетумен бастағым келіп отыр. Сіздерді әдемі Корей орталығын көруге шақырамын. Міне біз Корей орталығына келдік. Бұл достық үйіндегі Корей этномәдени бірлестігінің арнайы орталығы. Мұнда кәрістер өздерінің тойлайтын мерекелерін, болашақта ұйымдастыратын шараларын жоспарлап, осында іске асырады, және де өздерінің болашақ істерін, жоспарларын осында жоспарлайды. Бұл орталық құдды бір Корея елінің тарихын, мәдениетін көрсететін әдемі мұражайға ұқсайды. Мұнда тіпті ұлттық киімдері ханбок бар. Сонымен қоса, мына жерде осы Корей этномәдени бірлестігінің алған марапаттары, шараларға белсене қатысу кезіндегі сыйлықтары, сонымен қоса арнайы Кореядан келген бұйымдар бар. Және ұлттық аспаптары бар мына жерде. Сонымен қоса мәдениетінен сыр шертетін, мәдениетін көрсететін арнайы осындай заттары бар. Және Кореядан келетін, Кореядағы атақты журнал, Korea журналы бар мұнда. Арнайы кәрістер үшін осында әкелінеді. Сонымен қоса Қазақстан мен Корея елінің тулары тұр мына жерде. Бұл орталықтың қазіргі басшысы Белла Владимировна Тю ханым, осы Корей этномәдени бірлестігінің қазіргі кезде төрайымы болып табылады. Ал бұрын осы Корей этномәдени бірлестігін Ан Виталий Константинович деген кәріс ағай басқарды. Қазіргі таңда бұл кісі басқа қалаға көшіп кетті, демалысқа шықты десек те болады. Ал қазіргі таңдағы басшысы Белла Владимировна Тю ханым. Осындай мұражайға келу арқылы, осы мұражайды көру арқылы Кореяның мәдениетімен танысуға болады, тарихымен танысуға болады. Және де арнайы қонақтар үшін тіпті мына ханбок киімдерін де киіп көруге болады. Сондай әдемі, түрлі түсті. Біздің қаламыздағы Кореяның мәдениетімен танысуға арналған ең әдемі жерлердің бірі осы Корей этномәдени бірлестігі орталығы. Тіпті мына жерде Кореяның тілін үйрену үшін арнайы кітаптар бар. Яғни қазақстандықтарға арналған кітап. Сонымен қоса 한국어 초급
яғни кәріс тілін үйренуге арналған Кореядан әкелінген арнайы кітаптар бар. Және кәріс тілінде оқып жаттығу үшін арнайы Кореядан әкелінген кәрісше ертегі кітаптары бар. Сонымен қоса мына жерде сажонды көруге болады, яғни сөздік, қазақша және кәрісше сөздік. Барабанның таяқшалары бар. Және кәрістердің суреттерін көруге болады шаралардағы. Және мына жерден түрлі бұйымдарды, арнайы сыйлықтарды көруге болады. Бұл қазақтың ұлттық аспаптары бейнеленген арнайы сыйлық. Ал мұнда қаладағы ең сондай белсенді бірлестік ретінде екінші орынды алған Корея этномәдени бірлестігі. Сонымен қоса Қазақстан халқына мың алғыс деген арнайы кәрістердің қазақ халқына тарту еткен мүсіні бар осындай. Бұл үлкен ескерткіш қазіргі таңда біздің Орал қаламызда бар. Міне достар, біз Корея этномәдени бірлестігін көрдік. Достық үйіндегі әдемі мұражайды бірге көрдік. Олай болса, келесі баратын жеріміз қаламыздағы Кореядан әкелінетін түрлі тамақтарды, түрлі заттарды сататын дүкенге баратын боламыз. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Қаламыздағы Кореяның тағамдарын, тұрмыстық жағдайда қолданатын заттарды, яғни кореялық заттарды сататын дүкенге келдік. Олай болса үшін бірге көрейік. Біз дүкеннің ішіне кірдік. Ең бірінші сөреде байқағандарыңыздай Кореяның түрлі тәттілері бар. Одан кейінгі сөрелерде мына жерде арнайы Кореядан әкелінетін түп нұсқа деп айтады. Оригинал, кәдімгі сусындары. Сонымен қоса мына жерде түрлі шай бар. Және де ең көп адамның көңілінен шығатын, сүйіп жейтіні, яғни рамён, токбокки бар мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Ногури деп жазылып тұр. Келесі мына жерде Кореядан әкелінген арнайы дәмдеуіштер деп айтуға болады. Одан кейінгі сөрелерден кимнори арнайы тағамдар жасауға арналған балдыр деп айтады қазақша. Одан кейін токбокки. Мына жерден түрлі рамённың түрлерін көруге болады. Түрлі дәмдеуіштер. Тек қана бұл жерде тамақ сатылмайды. Сонымен қоса тұрмыстық заттар, яғни күтім жасауға, терге, бетке, жалпы адамның денесіне күтім жасауға арналған түрлі заттар. Сонымен қоса тұрмыстық жағдайда қолданылатын түрлі сабын, иіс су деген сияқты нәрселер бұл жерде қолданылады. Яғни иіс сабын, мына жерден түрлі әтірлерді, күтім жасауға арналған заттарды көруге болады. Сонымен қоса бұл жерде егер рамёнды сатып алсаңыз, осы жерден дайындап жеуге болады. Және Кореядан келінген арнайы осындай заттар бар. Міне осы жаңа ғана осы сөрелерді сіздерге көрсетіп шықтым. Осындай кең ауқымда түрлі заттар келеді. Сонымен қоса жаңа айтып өткенімдей, бұл жерден өзіңіз дайындап, осы жерден де жеуге болады. Міне осы орынды жаңа ғана сіздерге көрсеттім. Өздеріңіз көріп өткендей, бұл Кореяның заттарын сататын арнайы дүкен. Ішінен кез келген затты табуға болады. Тағамдарын, түрлі қолдануға болатын заттарды сіздерге пайдалы ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Олай болса, келесі қаламыздағы арнайы кәрістердің қазақтарға тарту еткен саябағына баратын боламыз. Саябаққа жақындап қалдым. Келе жатырмын. Қасына қазір саябаққа жеткен бойда мен сіздерге көрсететін боламын. Және саябақтың тарихымен таныстыратын боламын. Бұл саябақ 5 ұрпақ жолы деп аталады. Бұл саябақты кәрістер, осы Қазақстанда тұратын, Орал қаласында тұратын кәрістер қазақтарға тарту ретінде рахметін айту мақсатында арнайы салдырған.
Міне біз саябаққа келіп жеттік. Саябақтың атауы мына жерде жазылып тұр. Гүлзар, 5 ұрпақ және денсаулық жолы атты гүлзар. Яғни саябақ Орал қаласының тұрғындары мен меймандарына арналған. Батыс Қазақстан облысы Корей этномәдени бірлестігі атынан қазақ халқына мың алғыс. Батыс Қазақстан облысы Кәріс этномәдени бірлестігінің төрағасы Виталий Константинович Ан 2020 жылы ашылған. Әдемі саябақтың кіреберісі осындай өте керемет стильде нұсқада салынған. Одан кейін саябаққа кіргенде жаңа саябақтың атауында айтылып өткендей, денсаулық жолы, яғни денсаулығыңызды жақсарту үшін осы жолдармен өтсеңіз пайдалы. Яғни жалаң аяқ басып өтуіңіз керек. Бұл жаттығу болады аяққа, бір жағынан денсаулыққа пайдалы. Бұл жерде жаңағы терапия, яғни аяқтың жалпы адамдардың дене мүшелерімен қалай байланысы бар екенін көрсетіп өткен. Яғни осы табандағы әрбір нүктелер адамның ішкі мүшелерін сауықтыру үшін арналған, пайдалануға болады осы нүктелерді. Көріп отырғандарыңыздай мұнда барлығы анық көрсетілген. Одан соң мына жерде жалпы кезіндегі кәрістердің тарихы жазылған, яғни КСРО-ға кезіндегі Ресей империясының қалай үстемдік жасағаны, қалай келгені барлығы осы жерде жазылған. Одан соң саябақта осылай тұрғындарға, қонақтарға отыру үшін арнайы орындықтар бар және демалуға қолайлы, өте керемет десе де болады. Одан соң саябақтың мына бір жеріне үңілсеңіз, мұнда жүрекше берілген құдды бір Сеулдегі Намсан Тауэр мұнарасындағыдай сізде өзіңіздің тілектеріңізді немесе кез келген мақсатта кілттерді осында бекітіп кете аласыз. Көріп отырғаныңыздай. Одан соң мына жақта арнайы ағаш бейнесінде ескерткіш бар. Арнайы темірден жасалынған. Бұған өзіңіздің тілектеріңізді айтып, осындай түрлі түсті жіптерді, ленталарды байласаңыз болады. Саябақтың табиғаты өте тамаша, өте әдемі, келіп демалуға қолайлы десек те болады. Саябақтың қандай мақсатта салынғандығы және де қандай мұнда нәрселер барын сіздерге айтып өттім. Түсінікті әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сіздер Орал қаласына келетін болсаңыздар, қонақ ретінде, турист ретінде, саяхатшы ретінде келетін болсаңыздар, осы жерге келуге болады. Міндетті түрде келіңіздер. Біздің Оралдағы кәрістердің тұрғындарға, қала қонақтарының тарту еткен арнайы саябағы. Енді біз қаламыздағы осы Корей тағамдарын сататын кимчи дейтін шиктанға барамыз. Яғни мейрамхананы сіздерге көрсететін боламын. Кәріс тілінде шиктан деп айтады. Яғни мейрамхана. Мейрамхананың атауы кимчи. Кимчи мейрамханасы. Бұл мейрамханаға көбінесе кәріс тағамдарын жақсы көретін, кәріс тағамдарынан дәм татқысы келетін жандар, сонымен қоса қала қонақтары, қала тұрғындары көптеп келеді. Қаламыздағы атақты жерлердің бірі кимчи. Міне келдік. Бұл мәзірде осы Корей тағамдары көрсетілген. Мұнан көріп тұрғандарыңыздай удон, соба, фунчоза, сонымен қоса бибимбап бар,
김치찌개. О, сонымен қоса 불고기 бар екен. Кез келген дәмнен таңдауға болады. Сонымен қоса ішуге арнайы шырындар мен шай бар. Бүгінгі видеомда қаламдағы Кореяға қатысты орындарды көрсеттім. Ең бірінші көрсеткен жерім әрине ол Корея этномәдени бірлестігі, Корея орталығы, одан кейін кореялық заттарды, тамақтарды сататын арнайы дүкенді, одан соң кәрістердің қазақтарға тарту еткен саябағын көрсеттім, және ең соңында кимчи, яғни кәріс тағамдарын дайындайтын, кәріс тағамдарын жеуге болатын мейрамхананы көрсеттім. Сіздерге видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Көп рахмет, қолдап кетіңіздер.